Сақ косметикасы. Әлемді дүр сілкіндірген Александр Македонский, Ескендір Зұлқарнайын, біздің заманымыздан бұрын 330-327 жылдары сақ тайпаларына шабуыл жасайды. Македондық әскер Сырдария өзенінен өтіп, жағалауға Александрия Эсхата салдыра бастайды. Спита бастаған сақтар жиі шабуылдап тұрады. Шошақ бөрікті сақ жауынгерлері атпен шауып отырып, садақпен атқанда қамал тұрғызып жатқан құрылысшыларға дәл тигізеді. Тарихшы Ариан былай дейді: атты әскердің шабысы сондай әдемі, аттары да құстай ұшып, шабу үстінде садақ атулары нысанаға дәл тигізеді. Ызаға булыққан Александр атыңдар деп бұйрық бергенде, арбалеттерден атылған оқ 5-6 солдаттыларға дәл тиеді. Александр атынан түсіп, бұлар балалар ма деп шошақ бөріктерін жұлып алса, 13-15 жастағы сақ қыздар екен. Македонский: о тоба, мыналардың қыздар екен білгенде атпаушы едім деп өкінеді. Өкінішпен қарап біраз кідіріп, Александр ғалымдарды шақыр дейді. Аристотель бастаған ғалымдар келгенде, Александр Македонский былай дейді: мына жердің табиғатын қараңдар. Адам тұратын жер емес, күн шақырайып тұр, не көлеңке жоқ, соғып тұрған құмды жел. Жаздағы күн ыстығы тозақтың шоғындай 60 градусқа дейін барады. Шөл дала деп жабылған матаны ашып жібергенде, әп-әдемі нәзік, терілері нәрестенікіндей, шаштары қап-қара, күнге шағылысып жатыр. Дене бітімдер сұлу, сүйкімді, үлбіреген мамық ерінді сақ қыздарын көрсетеді. Осындай табиғатта, осындай әдемі қыздар қалай күтінеді? Соны анықтаңдарда Грецияға жіберіңдер, біздің де қыздарымыз пайдалансын деп бұйрық береді. Зерттеу жүргізген ғалымдар косметиканың сырын ашады. Сол кезде сақ қыздары кипарис ағашының жапырағы мен балқарағайдың майын және әртүрлі шөптерден косметика жасап пайдаланған. Ол кремдер теріні жұмсартады, тазалайды, жылтыратады, тері каналдарын тазартады, теріні тартып, әжім болдырмайды, витаминдейді екен. Міне сақ косметикасы кереметтігі осындай сыр шертеді. Қазақстан тарихы кітабынан 46-шы бет. Авторы Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы.